Сәлем оқырмандар, қалайсыздар? Менің курсыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге керемет масканы бөліскім келіп отыр. Беттің әжімдерін және бетіңіздің қара дақтарын және сепкілдерді де кетіруге көмектесетін керемет масканы айтатын боламын. Бұл жерде көптеген қыз-келіншектер маған жазады. Босанғаннан кейін бетімдегі қарадақ, көз айналымдағы қарадақтар және де осындай шекемдегі қарадақтарым кетпей қалды. Соған не істесем болады деп жазады. Сол үшін мен сол қыз-келіншектерге керемет масканы ойлап таптым. Қыздар, енді маскаға көшейік. Бізге осындай картошка, шикі картошка керек болады. Шикі картошка. Бір данасы да, екі данасы да керек болады. Чоркамызға бізге осы шикі картошканы өткізіп аламыз. Ровно 100 миллиграмм бізге сүт қажет болады. Сүтті міне. Сосын қыз-келіншектер бізге міндетті түрде осындай DAF деген сабын қажет болады. Өйткені DAF деген сабын маскаға керемет әсер беретін болады. Сол үшін міндетті түрде сатып алыңыздар. Міне. Енді бұл DAF деген сабынды біз былай жасаймыз. Қараңыздар. Осындай үгіткішке чоркамызға үгітеміз. Қыздар, сосын біз кішкене DAF-тың сабын үгіттік. Көп үгіткен жоқпыз, өйткені бізге осы DAF-тың сабыны жетеді. Лактель сүті немесе үйлеріңізде кез келген сүтті пешкімді қосамын. Және де осы жаңағы чөркадан өткізген картопты сүтке қосамыз. Жақсылап араластырып отырамыз. Картошка мен сүт еру қажет. Қайнады. Енді бізге осы DAF-тың үгіндісін бірге қосамыз. Сабын еру қажет. Ерігенше отта ұстаймыз. Инстаграмға осылардың барлығын шығарғым келеді. Бірақ Инстаграмда уақыт бір-ақ минут қой. 1 минут болған екен, ұзақ видеоны сала алмаймын. Сол үшін барлық нәзік жандылардың барлығын мен курсқа шақырған болатынмын. Сосын керемет результатпен бөлісіп отырыңыздар, оқырмандар. Курсқа қатысқан жандар керемет результатпен бөлісіп отырыңыздар. Ал мен пешкамды өшіремін. Ішінде сабындарым еріді. Міне. Сабындарым еріді. Енді печканы өшіреміз. Сіздерге 100% осы маска беттеріңізге көмек береді. Сіздерге 100% осы маска беттеріңізге көмек береді. Беттеріңізде пигменттер, әжімдеріңіз көп болса көз айналаңыздағы, және де көптеген нелеріңіз болса, бетіңізде дақтарыңыз, жәнегі веснушкаларыңыз болса. Енді қыздар, бізде картошкамыз жаңағы іртік-іртік болып тұр, сол үшін бізге ыңғайсыз болады олай істегеніміз. Енді бізге осындай алдыңғы видеоларымда да айтып өткен, осындай бізге блендер қажет болады. Блендердің көптеген неге пайдасы бар, қыз-келіншектерге және де барлық нәрсеге пайдасы бар.
көрдіңіздер ме? Қандай әдемі масса шықты. Лимонды бұл қоспаға қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Мұнда мен лимон бірақ міндетті түрде қосам, өйткені көптеген майлы беттерде лимон аллергия бермейді. Сол үшін осындай лимонның кішкенесін алып, міне, лимонның кішкенесін алып, міне, лимонның қышқылын қосамыз. Жақсылап қосып араластырамыз. Сосын қыздар, бұл масканы тағы да айта кетейін, әжімдерге, морщинге және де бұл қарадақтарға керемет әсер ететін болады. Сол үшін міндетті түрде ерінбей жасаңыздар. 7 күннің ішінде сіздер результат ала аласыздар бұл маскадан. Өте жылдам маска. Міне қараңыздар, осындай крем сияқты, міне осындай болды. Сіздер өздеріңізге қолайлы етіп істеп, 7 күннің арасынан жаңағы әр кезде бір жасасаңыздар да болады. Бірақ күнде жасаңыздар керемет әсер беретін болады. Сосын қыздар, сіздерге айтарым, маскадан кейін міндетті түрде кремді жағуды ұмытпаңыздар. Мен алдыңғыдай көрсеткендегідей кремдерді артынша жағып, немесе өзіңіздің қолданып жүрген креміңіз болса, ұнап жүрген соларды жаға берсеңіздер болады. Міне. Сосын қыздар, беттеріңізде әжім көбейіп бара жатқан болса, қарадақтарыңыз артып бара жатқан болса, міндетті түрде осы масканы жасаңыздар. 7 күннің ішінде сіздер керемет нәтиже ала алатын боласыздар. Және де оқырмандар, менімен бөлісіп отырыңыздар, мен не алдым депші. Міне қараңыздар, қандай жағылады, міне өте әдемі жағылады, міне. Мен сіздерге қазір қолмен көрсетіп жатырмын. Негізі менің маскамның несі бар еді. Міне, осы масканы бетімізде 20 минут немесе 30 минут ұстаңыздар. Сосын бетіңізді жуып тастап, міндетті түрде крем пайдаланыңыздар. Қарадақпен және де әжімдерге, және де жаңағы пигменттерге жақсы көмектеседі. Міне, иісі деген өте керемет. Сосын қыздар, иісі өте керемет. Бұл маска жаңағы әжімдер мен қарадақтарға өте көмектесетін болады. Сол үшін міндетті түрде ерінбей жасаңыздар, міндетті түрде нәтиже алатын боласыздар. Осылай аузын жауып қойып, холодильникке сақтасаңыздар, ұзақ уақытқа жететін болады. Өзіңізге керекті етіп, бір картошкамен 100 миллиграммдық сумен және де дафтан кішкене үгіндісін алып, қосып қайнатсаңыздар, және лимон соғындысын небәрі 4 қана жаңа заттан тұратын маска сіздің бетіңізге керемет әсер беруі мүмкін. Сол үшін міндетті түрде жасаңыздар. Ал оқырмандар, міне керемет маска болды. Енді сіздерге сәттілік. Егер де сіздерге осы маска көмек беріп жатқан болса, міндетті түрде жекеме өтіп, өздеріңіздің жаңағы нәтижелеріңізбен бөліссеңіздер болады. Сіздерге мың алғыс баршаларыңызға. Ал сау болыңыздар.